аспаннан түскен ақшалар деген бір әңгімемді айтқым келіп отыр. Енді бұл әңгімелерім қазіргі кездегі кейбір кісілерге сабақ болатын сияқты да. Өйткені сіздер басқа жатқан жолдарда біз басып болдық дегім келіп тұр да. 2016 жылдың мөлшерінде бір ханзу жігіт бар еді. Екеуміз енді бірталай жұмыста істес болдық. Жақсы жұмыс жасадық. Сол келді дағы осындай мынандай бір жақсы жұмыс бар екен, аспаннан ақша өзінен өзі төгіліп тұрады екен. Осыған бір қаржы қоссаң. Енді деді да, ескертті маған. Мен бұл жұмыстың қаншалық ұзақ уақыт жалғасатындығын білмеймін. Сондықтан көп ақша қоспай-ақ қой. Бұның ең төменгі номерін ал. Бір орын 1500 йен деді. Ол бір орны 1500 йен екен, өзіңнің қалағаның бойынша 10 орын аласың ба, 100 орын аласың ба, өзің білер екенсің. Жағы 1500 йен мен осы орынды алып қойсақ, бұл бір ақша қапшығы секілді дүние екен. Ол кезде телефоннан көрінбейді бұл. Бұл компьютерден көріне ма, бір шитонға шығамыз, содан көрінеді. Бұл жаңағы ақша 1500 йеніңіз. Бір айда өзіңізге қайтып келеді екен. Сонда күндігіне 30 йеннен қайтама бір нәрсесі бар, ұмытып тұрмын енді. Содан кейін 6 ай осыны саған береді екен да. Сонда сізге бір айда 1500 йеннен қайтатын болса, бұл 6 ай ішінде жаңағы 1500 йеннің 9000 болып қайтып келмекші ғой. Бірақ шынын айтты деді. Бірақ қанша уақыт жалғасатынын білмеймін, көрейік. Мен енді 2 орын алдым, 3000 йен құйдым бұған. Сен біреу ғана алсаң болды деді. Енді менімен болған байланысына жаңағы сызап түсіріп алмайын деді ол. Жақсы, 1500 йенға алдым жаңағыны. Содан бұл ақша маған 1250 йен болып қайтқан күні таңертең әлгі жұмыс тоқтады. Ол айтты, күнде шығады ақшасы, күнде түсіріп алып отыр. Жаңағы неменеге торға сақтама деді. Бұл менің жаңағы аспаннан жауатын ақшаға тұңғыш рет қатысуым екен. Енді одан бұрын бұндай нәрсеге қатынасып та көрмеппін. Енді сол жылдары осы секілді дүниелер өзі бір қаттар, жаңбыр секілді. 1 сомнан қосатыны пайда болды, 100 сомнан қосатыны пайда болды, 1000 сомнан қосатыны шықты дегендей. Енді жаңағы тойымсызырақ адамдар, кішкене адам деген сондай ғой енді. Ойбай тегін дүние болса мен көбірек пұл тауып алайын деп ойлап 10 мыңнан 15 мыңнан тіпті одан да көп құйғандар болды. Бірақ енді олармен мен көп қарым-қатынасымда болған жоқ, және мен бұл нәрсені ешкімге үгіттемедім де. Сөйтіп 1250 йен қайтып келгеннен кейін жаңағы нәрсе тоқтап қалды. Ар жағында бір 250 йен ба, 200 йен ба маған қалып қалды. Сосын жаңағы ханзу жүйеттұрттағы енді мен саған себепкер болдым, мұнша ақшаң қайтып кетті, мен саған қалған осы 200 йеніңді төлемін болсын деп бұл маған жаңағы ақшаны берді. Сөйтті дағы мен жаңағы нәрседен пұл да тапқан жоқ, зиян да тартқан жоқ, енді 1500 йен бір айла айланып бітті жұмысы. Енді содан кейін не керек, содан бір жарты жыл өткеннен кейін, енді осыны әңгімемді естісе, көптеген адамдар сол кезде істеді. Әсіресе біздің қазақтарда бұны кереметтей сұмдықтай істегендер болды. Тиянь идong деген бір бәле шықты. Тиянь идong ба? Ойбай, бұның істемейтін жұмысы жоқ болды ғой шіркінші. Ой, барлық дүниеде сол. Телефоның ақысыз, бірден торың ақысыз, дүкен ашылады дей ма, ұмытып та қаптым өзі. Сөйтіп қаптады. Содан кейін бұны маған бір бұрыннан көп жыл кәсіптес болған бір досым таныстырды. Қойсаң қайтеді осыны. Мен осы нәрсені бұрын көріп едім, мен мынаны ойнап тастап едім, мына ойынды. Осы ойын ұқсас екен екеуі. Десем бұл, сен көнбейсің, сен өзіңді ғана не қыласың, мынаны істеп көр деді. Мен бұны біліп тұрмын да енді. Содан қызық болды. Ол қызығын мен енді мынау кескін ұзарып кетті, екінші бөлімді айтайын. Ол өзі бір жететіндей әңгіме, ол бір таңға деп айтты дегенде, ол өзі бір таңға кететін әңгіме. Енді сол алдыңғы әңгімем бойынша тоқтата тұрайық. Аспаннан жауған ақшалардың жаңағы бірінші тарауы осылай болды. Мен 1500 йен қаржы қосып, 200 йенімді қаржы қостырған адамын қайтарып беріп аяқтаттым. Ал қалған әңгімені келер санда тыңдаңыздар.